Бір адам су астын қатты зерттегісі келіп су астына түседі, ал су астында тылсым қаланы байқады. Барлығыңа сәлем достар, сіздермен бірге әңгіме отаны арнасы. Видео бастамастан бұрын арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Сіздердің кішкене ғана көмектеріңіз, яғни қолдауларыңыз бізге өте маңызды. 20 ғасырдың басында доктор Александр Харпер есімді авантюрист және жаңашыл теңіз зерттеушісі мұхит тереңдігінің құпиясын ашу үшін батыл ізденіске кірісті. Барлауға деген құштарлықпен беймәлім нәрселерге қызығатын доктор Харпер өз өмірін су астындағы озық технологияларды дамытуға арнады. 1933 жылы соңғы үлгідегі сонар және бейнелеу жүйелерімен жабдықталған заманауи сүңгуір қайықпен қаруланған доктор Харпер өзінің өршіл сапарына аттанды. Оның бастапқы мақсаты терең теңіз экожүйесін және климаттың өзгеруіне, теңіз өміріне әсерін зерттеу болды. Ол өзінің миссияны оны тарих кітаптарын қайта жазатын жаңалыққа апаратынын білмеді. Сүңгуір қайық тұңғиыққа түсіп бара жатқанда доктор Харпер және оның командасы олардың көз алдында пайда болған керемет теңіз өміріне таң қалды. Дегенмен олар тереңдеген сайын сонар көрсеткіштері мұхит түбіндегі ауытқуларды көрсете бастады. Қызығушылық танытқан доктор Харпер одан әрі зерттеуге шешім қабылдады. Оны таң қалдырғандай сонар суреттері кең су астындағы қаланың анық сызбасын ашты. Бұл қиялдан тыс көрініс болды. Жоғарыдағы әлем, ұзақ уақыт ұмытып кеткен ежелгі құрылыстар мен магистралдар. Доктор Харпер өз көзіне өзі сенбеді. Уақыт шежіресінен айырылған су астындағы өркениетке байқаусызда тап болды. Толқындардың астында жасырылған жұмбақтарды ашуға бел буған доктор Харпер және оның командасы су астындағы қаланы мұқият құжаттады. Кейінгі барлаулар қаланың сәулет өнерінің керемет екенін көрсетті. Оның дизайны бір кездері мұхит астында гүлденген күрделі қоғамды білдіреді. Тарихшылармен, археологтармен және теңіз биологтарымен ауқымды зерттеулермен ынтымақтастықтың арқасында доктор Харпер осы су астында қалған қаланың тарихын біріктірді. Бұл заманауи дәуірден көп бұрын озық инженерия мен тұрақты өмір сүруді игерген ежелгі теңіз өркениеті болып шықты. Бұл жаңалық жаһандық қызығушылық пен пікір талас тудырды. Бұл біздің адамзат тарихы мен ежелгі қоғамдардың бейімделу қабілетін түсінуге күмән келтірді. Ғалымдар су астындағы қаланың қирандыларына жасырылған құпияларды ашуға асық болып, доктор Харпердің тұжырымдарына ағылды. Дүние осы ерекше ашылуды таң қалдырған кезде доктор Харпердің саяхаты мұхиттың тереңдігі туралы білімімізді кеңейтіп қана қоймай, сонымен қатар толқындардың астына ашылуын күтіп тұрған жердің өткенін жасырын тараулары туралы таңғажайып сезімді оятты. Достар, видеоның аяғына да келіп жеттік. Қазақ тілді арнаның дамуына үлесіңізді қосу үшін арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Сіздердің кішкене ғана әрекеттеріңіз біздерге шабыттандыра түседі. Сіздермен бірге болған әңгіме оты атты арнамыз. Сіздермен қоштаспаймыз. Біз сіздерге келесі кездескенше дейміз. Қош сау болыңыздар.